Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін түріктердің сүйікті тағамы бурек дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып, сосын жарты шай қасық тұз қосамыз, сұйық майымызды саламыз. Сосын бір ас қасық сірке суын қосамыз. Сірке суын қоспасаңыз да болады. Бірақ сірке суын қоссаңыз, қамырыңыз қытырлақ болып шығады. Сүтімізді араластырып, қамыр елейміз. Қамырымызды илеп болғасын 5-10 минутқа демалдырып аламыз. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай қамырларымызды дөңгелетіп алып, бір бұрышқа қоямыз. Сосын қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырды жұп-жұқа қылып жаю керек. Қамырымыз дайын болғасын, оны осылай бөлшектерге бөліп, салмасын саламыз. Мен ірімшік пен брынза қостым. Осылай рогалигі сақты қылып орап, қызып тұрған сұйық майда екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне буректеріміз дайын. Барлықтарыңызға пісіріп көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді дастархан. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.